Баланы тәрбиелеудегі ата-ананың рөлі. Баланың шыр етіп өмірге келуі зор қуаныш. Өйткені бала өмірдің сәні, отбасының шаттығы, Аллахтың берген сыйы. Дана қазақ 9 ай құрсақта жатқан сәбиді шілдеханамен қарсы алып, тербелген тал бесікке салған. Бесік жырымен әлдилеген, алақанға салып аялаған. Тәрбиесіне жауапкершілікпен қарап, бойына жақсы қасиеттер сіңіруге тырысқан. Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ, адамның бақыты балада деген екен. Біреу бақытын байлықтан тапқысы келсе, екінші біреу даңқ пен атақтан, мансап пен қызметтен іздестіреді. Мұның бәрі түсінген адамға қолдың кірі сияқты нәрсе. Адамға нағыз бақытты тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. Адам ұрпағымен мың жасайды деген сөз тегін айтылмаса керек. Олай болса, адам өмірінің мәні өз ұрпағы. Бала тәрбиесінде алғашқы ұстаз ата-ана. Ата-ана бала тәрбиесіндегі басты тұлға. Бала үшін үй ішінен ата-анадан артық тәрбиеші жоқ. Адамгершілік, бауырмалдық, татулық, қайырымдылық, әдептілік, ибаттылық сияқты қасиеттер жанұяда тәрбие балаға сөзбен, теориямен дамымайды, үлкендердің үлгісімен сіңеді. Сондықтан әке де, шеше де балаларының жан дүниесіне үңіліп, мінез-құлқындағы ерекшеліктерді жете білгені жөн. Балалармен әңгімелескенде олардың пікірімен де санасып отырған орынды. Өз баласымен ашық сөйлесе алмай, сырласа білмейтін ата-аналар екеуміз де жұмыстамыз, кешкісін үй шаруасына қол тимейді, баламен сөйлесуге уақыт жоқ дегенді айтады. Бұл дұрыс емес. Баламен сөйлесуге тіпті арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ. Әке мен шеше ұл-қыздарымен үй шаруасында жүріп-ақ әңгімелесіп, ой бөлісуге неге болмасқа? Жанұядағы жанжал, үлкендердің аузына келген сөздерді айтуы, баланың көзінше басқа біреуге сөгуі, біреудің сыртынан өсек айтуы балаға теріс әсер етеді. Бала алдына әке-шеше, үй ішінің үлкендерінің әдептілік танытқаны жөн. Мысалы, арақ пен темекінің толып жатқан зиянын біле тұра, балалардың көзінше арақ ішіп, үсті-үстіне темек тартқандар бар. Көрінген таудың алыстығы жоқ дейді. Ертең-ақ ұл өсіріп ер жетеді, қыз өсіп бой жетеді. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер дейді халық даналығы. Бала кішкентай кезінен-ақ әр нәрсеге әуестеніп, үлкендерге көмектескісі келеді. Бұған кейбір әке-шеше жұмысымды бөгейсің, істеп жатқан ісімді бүлдіресің деп ұрысып жіберуі мүмкін. Бұл қате түсінік. Керісінше, өзің жұмыс істеп жүргенде баланың қолынан келетін ісіне жағдай туғызып, оның үйренуі көмектескен орынды. Тіпті балаға берген тапсырмаңыздың аяғына дейін орындалуына төзімділікпен бақылау керектігін де ұмытпаған жөн. Осылай баланың бірте-бірте еңбекке деген болашағына жол ашылады. Әрі істеген ісін ұқыпты да тындырымды орындауына бағыт бересіз. Баланың жақсысын мадақтап, терісін оң етіп түсіндіріп отырса, ол да ересектерді сыйлап, кез келген тапсырмасын орындауға қарсылық білдірмейді. Отбасында басты мәселелердің бірі баланың тіршілік іс-әрекетінің дұрыс ұйымдастыруы. Ол үшін баланың күн тәртібі, жеке басына қойылған талаптар, міндеттер, үй еңбегіне араласу, білімі, қызығушылықтары, бос уақытын дұрыс ұйымдастыруына көмектесіп, ықпалын тигізу. Баланың бойына барлық жақсы қасиеттерді дарыту, тіпті жанында жүрген достарына дейін мән беріп, табиғат сыйлаған дарыны болса дамыту, дұрыс білім алуына жағдай жасау ата-ананың басты парызы. Қарапайым мысалға жүгінсек, мектепке келген кезде сондай сүйкімді, тіл алғыш, жүрегі таза, сезімі пәк жас бүлдіршін ортаңғы немесе жоғарғы буынға келгенде неге өзгеріп сала береді? Сондықтан мына бала қандай еді, қалай өзгеріп кетті, мынандай жаман әдеттерді қайдан үйреніп ала қойды, неге озбырлық жасауға бейім болып алды, деген сияқты сауалдар алдыңнан кесе көлденеңдейді. Әрине, оның себептері жан-жақтан іздеуге болады. Ата-анасын жүрген ортасына қосқанда, оның тәрбиесіне мұғалімнен басқа бірнеше адамның қатысы бар. Балаға жүрек жылуы қашанда қажет, және ол ешқашан артық болмайды.
Ата-анасының көрмеген сүйіспеншілікті мұғалімнен көрген бала мен ата-анам да осындай болса деп армандауы мүмкін. Мұғалімнің тек жақсы қырынан таныған оқушы оның айтқанын анық дегені дәл болып көрінеді. Баласын қалай жақсы көретінін дұрыс білдіру кез келген ата-ананың қолынан келе бермейді. Біреу жақсы киіндіріп қояды, біреу тамағы тоқ болса болды деп қалтасына ақшасын салып бергеніне мәз. Біреулері өте қатал айтқандарын орындатады. Бала қорыққаннан уақытша тыңдайды, бірақ ата-анасының уысынан шыққан соң өзін-өзі ұстай алмайтын жағдайға жетеді. Абай атамыздың 7-ші қара сөзінде жас бала анадан туғанда 2 түрлі мінезбен туады. Біріншісі ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады. Бұлар тәннің құмары, бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Екіншісі білсем екен деп ұмытылып, одан ер жетіңкірегенде үй түрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмар, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген үлкен пәлсапалық ой жатыр. Яғни балаға туғаннан тән азығы, тамақ қандай қажет болса, жаны азығы, жылулық, сүйіспеншілік те сондай қажет. Отбасында негізгі туыстық қатынас ерлер жағымен есептелген. Қатар әйел жағымен де туыстық байланыстардың атаулары да бар. Қыздан туған балаларды жиен деп те атап, балалар үшін шешесінің туыстары нағашы жұрт деп аталады. Қазақ салты бойынша жиенді ренжітуге болмайды, сұрағанын беріп, көңілін жықпауға тырысқан. Дәстүрлі қоғамда ата-апаның тәрбиесін көрмей өскен бала болмаған. Ата-апалар жыр, дастан, ертегі айтып, немере шөберелерін рухани байытып, тәрбиелеп отырған. Қазақтың ежелгі дәстүрі бойынша тұңғыш немересін атасы мен апасы өз қолына алып, немере ыстық болғандықтан балаларынан да артық көріп тәрбиелеген. Тұңғыш немерелер ата-апасының өз әке-шешесіндей санап, туған әке-шешесін тек қана өскеннен кейін де танып жатады. Кейде тұңғыш немересі кенже ұлының орнына атасының қара шаңырағына ие болып қалатын жайт кездеседі. Баланың аты бала, ол білместікке ұрынбай тұрмайды. Тіпті бірінші қадамдарына бөбектің ісі білдіруімен келеді. Бүгін аңдасудан аяқ табақтың бірін сындырып алса, ертең шалбарының шегеге ілдіріп үйге қайтуы да ықтимал. Мұндайда халқымыз ата балаға сыншы, немесе баланың балалығына әкенің даналығы бар дейді. Баланың балғын ойы мен сезімі алдына ең беделді тұлға әке, әлеуеті, ақылды, білімдар әке. Жаны сұлу, жайсаң азамат өсіруге әке орны бөлек. Әке әулет басшысы, отбасы мүшелерінің тірегі, асырап сақтаушысы, қамқоршысы. Отбасындағы ұл тәрбиесінде әке мен апаларының орны ерекше. Әке үйі барлық балалар үшін үлкен үй, қара шаңырақ деген киелі ұғымдармен сыйлы да құрметті. Балаға үміт арту әкенің қарызы, ақтау баланың парызы дейді қазақ халқы. Балаға үміт артқан әке осы ертең асырасын, бақсын, қақсын демейтін ғана шығар. Әке де елдікті ойлайды. Ұлым мен қызым ұлы мақсатқа жұмылсын, елді көркейтсін деп армандайды ма? Дүниенің ең тамаша туындысы тамаша тәрбие алып шыққан адам болып табылады. Адамның жеке басының алғашқы қалыптасуы отбасынан басталады. Оның ер жетіп өсуі бойындағы алғашқы адамгершілік белгілері отбасында қалыптасады. Сондықтан да туған үйдің жылуы оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып мәңгі есінде болады. Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының тигізетін әсері мол. Адамгершілік саналылығы биік ата-ананың, отбасының мүшелерінің бір-бірімен қолдасуы, көмегі, татулығы мен ынтымағы, бір-біріне талап қоя білуі, әрқашан әділ болуы, өзара қамқорлығы салтқа кірген отбасынан қашанда көргенді білікті іскер азаматтар өсіп шығады. Міне осындай өнегелі отбасында туып өскен
оқып білім алып қоғамдық еңбектің біртұтасына ие болып жүрген азаматтардың қайсысынан да өмірдегі арманына адастырмай қанат қақтырған ең қымбат адамың кім деп сұрай қалсаңыз, ең әуелі өз ата-аналарын айтады. Әке-шешесінің ауызбен айтып жеткізген аяулы еңбегін, баға жетпес үлгі-өнегесін жыр қып шертеді. Республикалық баспасөзде хабарланған бір қызықты жайт ойға оралады. Қызылорда қаласының бір мектебінде мен және менің атам. Ер адамның алдыңғы ашылатын есігі болсын, әйел адамның алдында тербелетін бесігі болсын. Адам ақылымен сымбатты, ұрпағы қымбатты. Ата-ананың адамдық парызы осы мақалдарда өте әдемі бейнеленген. Ұлы бар үйде қуат бар, қызы бар үйде шуақ бар. Көңілге нұр құятын, өміріңе сан сыйлайтын, өршілдікке үндеспей, өлмес даналық өлмес пе? Шығыста 3 іс тындырған адам, яғни бала өсірген кісі, ағаш тал өсірген кісі және кітап жазған кісі өлмейді деген даналық бар. Ана өмірдің қайнар бастауы, ана ақылды тәлімгер, ана бала бақытын бағбаны, ана өз басын, өз денсаулығын ұмытып, өзгелердің қамын жеуді бәрімізге үйретуші, аналық парызын адал ақтаудың біздің үлкен әжелеріміз, туған аналарымыз әсем үлгісін танытып өткен. Қазірде де пейілді аналар қаншама. Бақыт бірде бар, бірде жоқ. Баянсыз болса да бала баяндылық, өмір гүлі, тірлік тірегі, ұрпағын тарыдай шашып тастанды етіп жүрген жеңіл ойлы желбастар өздерінің адамдық парызын ойлаудан аулақтаған берекесіздер. Балаға жастық, әке көрпе. Бұл ұрпақтың тәрбиесінде бар ауыртпалық ата-ананың ғұмыр бойы мойнында деген сөз. Білімсіз бүлдіреді, ата-анасын күйдіреді. Бұл да бір мәнді